Саламатсыңдар ма балалар? Қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңдер. Алматы қаласы номері 4 Николай Островский атындағы зағип және нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернатының 1 сынып мұғалімі тифлопедагог Жұмабаева Қуаныш Қалиқызы. Сауат ашу пәні, сабақтың тақырыбы ұлттық тағамдар, мәтін. Ой қозғау сұрақ-жауап әдісі арқылы сабағымызды бастаймыз. Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктем мезгілінде қанша ай бар? 3 ай бар. Сол айларды атайық. Наурыз, сәуір, мамыр. Көктем мезгілінде қандай ұлттық мерекені тойлаймыз? Наурыз мерекесін. Наурыз мерекесіне байланысты қандай тағамдарды білесіңдер? Наурыз көже, қымыз, шұбат, тары, талқан, құрт, ірімшік, жент, бауырсақ, сары май, қазы дейді. Тамаша балалар, дұрыс айтасыңдар. Енді балалар бейне жазбаға көңіл аударайық. Шығыстан жалын тарады, жер бусанам, жатты будай, күн теңесіп, түнмен қалады, қалаған соны құдай. Түркістан тасы ерді көктем, көзімнің жасы ай-ау еркем. Наурыз, наурыз. Балалар, біз қазір тамашалаған бейне жазба не жайында болды? Иә, наурыз жайында. Енді балалар осы наурыз сөзіне сөйлем құрап көрейік. Балалар еске түсіріп көрейікші. Сөйлем дегеніміздің өзі не еді? Иә, сөйлем біріншама аяқталған ойды білдіретін сөздер, яғни сөздердің тобы екен. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Енді ондай болса, наурыз сөзіне сөйлем құрауды бастаймыз. Наурыз жыл басы. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Наурыз мейрамында наурыз көже пісіреді. Түрлі ойындар ойнатылады. Жарайсыңдар балалар. Біз қанша сөйлем құрадық балалар? 4 сөйлем. Біз құраған сөйлемдер бір-бірімен байланыса ма? Тамаша, байланысады. Енді балалар ондай болса, біз енді осы сөйлемдерден мәтін құрап көрейік. Балалар, мәтін дегеніміз мағынасы жағынан байланысқан бірнеше сөйлемдерден тұрады. Мәтіндегі негізгі ойға байланысты оған тақырып қойылады. Мәтіннің басы, ортасы, соңы болады. Енді балалар, біз 4 сөйлем құрадық. Осы 4 сөйлем наурыз мерекесі жайында болды. Онда осы сөйлемдердегі басты ой нені білдіреді? Наурыз жайында. Жарайсыңдар. Онда біз өзіміздің мәтінге қандай тақырып қойсақ болады? Наурыз. Жақсы балалар. Енді тағы да бір бейне жазбаға көңіл аударайық. Түйе сүті қоректік заттарға өте бай сусын. Мәселен, қымыздың құнарлығы 528 килокалория болса, сиырдікі 660, ал түйенікі 911-ге тең. 1 литр шұбат адам ағзасының витаминдер мен микроэлементтерге деген тәуліктік қажеттілігін толықтай қамтамасыз ете алады. Шұбат ішкен адам күні бойы тоқ жүреді. Балалар, біз бұл бейне жазбада не жайында тамашаладық? Иә, түйенің сүті, оның шұбат деп аталатыны жайында білдік. Шұбаттың шипалы, емдік қасиеті бар екенін білдік, иә балалар? Онда балалар, қазір біз осы шұбат сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Шұбат сөзінде неше дыбыс, неше буын бар? 5 дыбыс, 2
буын бар. Дыбыстарды ата. Ш, О, Б, А, Т. Буынға бөл. Шо, бат. Жақсы балалар. Енді осы бірінші және екінші буындағы дыбыстарды атап көрейікші. Бірінші буын Ш, О. Екінші буында Б, А, Т. Шу, бат. Жақсы балалар. Енді дауысты және дауыссыз дыбыстарды атап көріңдер. О және А дауысты дыбыстар. Ш, Б, Т дауыссыз дыбыстар. Шұбат сөзіне сөйлем құра. Шұбат түйенің сүті. Маған шұбат ұнайды. Шұбат шипалы сусын. Балалар, енді біз қазір кітаппен жұмыс жасаймыз. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы шұбат. Сен шұбат ішіп көрдің бе? Шұбатты қалай әзірлейтінін білесің бе? Шұбатты түйе сүтінен ашытып жасайды. Халқымыз шұбат жанға қуат деп бекер айтпаған. Өйткені шұбат шипалы сусын. Шұбат ішсеңдер, денсаулықтарың мықты болады. Енді сұрақтарға жауап бер. Мәтінде неше сөйлем бар? 6. Мәтіндегі сөйлемдер бір-бірімен байланыса ма? Байланысады. Мәтіннің тақырыбы не себепті шұбат деп аталған? Мәтінде шұбат жайында айтылады. Шұбаттың қандай пайдасы бар? Емдік қасиеті зор, шипалы сусын. Саған шұбат ұнай ма? Ұнайды. Тақырыпты пысықтау мақсатында қазір балалар иә, жоқ ойынын ойнаймыз. Ойынның шарты: сөйлем дұрыс болса, иә деп жауап бересіңдер, сөйлем дұрыс болмаса, жоқ деп жауап бересіңдер. Сөйлем біршама аяқталған ойды білдіреді. Иә, бір ғана сөйлем мәтін бола алады. Жоқ, мәтін мағынасы жағынан байланысқан бірнеше сөйлемдерден құралады. Иә, мәтіндегі негізгі ойды оған тақырып етіп қоюға болмайды. Жоқ, мәтіндегі негізгі ойды оған тақырып етіп қойылады. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Бүгін сендер сабаққа жақсы қатыстыңдар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңдар.